Биылғы жазда Арсенал трансферлік нарықта өте сапалы жұмыс атқарды. Онсыз да мықты құрамға жетіспей тұрған маңызды ойыншылар қосылды. Бұл өзгерістер зеңбірекшілерді көптен күткен чемпиондыққа жетелеуі тиіс. Көп жағынан алғанда осы маусым Артета үшін шын мәніндегі сынаққа айналып, бүкіл жобаның нақты әлеуетін көрсететін кезең болмақ. Арсенал көп жылдан бері ірі трофейлер жеңе алмай келеді. Сондықтан мәңгілік үміткер рөлінен арылып, ақыры футбол олимпіне көтерілуі керек уақыт жетті. Әрине, Манчестер Сити мен Ливерпульмен бәсекелесіп, әдемі футбол көрсету құрметке лайық, бірақ Арсеналға енді келесі қадам жасау қажет. Бұл қадам команданың зор әлеуетін дәлелдеп қана қоймай, чемпиондық атақтарды жеңіп алу. Сіздерді футбол арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылымда біз Артета команданы қалай өзгертті және Арсенал қандай ерекшеліктерінің арқасында үлкен жетістікке жете алады, соны талқылаймыз. Қазір көптеген жанкүйерлердің Арсеналдың жаңа маусымдағы мүмкіндігіне қатысты екі түрлі пікірі бар. Бір тарап бұл маусымды Микель Артетаның жобасының шарықтау шегі деп санайды және команда үлкен жетістікке толықтай дайын деп есептейді. Ал екінші тарап Ливерпульдің күшеюінен қауіптенеді. Себебі Клопптың командасы жазда трансфер нарығын жарды және тағы да чемпион болуға зор талпыныс танытты. Мұндай жағдайда нақты бір пікірге тоқталу қиын, өйткені әр жақтың өз уәжі бар. Ібіліс детальда деген сөз бұл жағдайды өте дәл сипаттайды. Артета шынында да тәжірибе мен жастықты ұштастырған тамаша теңгерімді команда құрды. Дегенмен, өткен маусым Арсеналдың чемпиондық деңгейдегі команда екенін толық дәлелдеп бере алмады. Әрине, жарақаттар мен негізгі ойыншылардың болмауы титул үшін күреске айтарлықтай әсер етті. Бірақ сарапшылар бұл ғана емес, чемпиондық рухтың жетіспеушілігін де атап өтті. Дәл осындай сәттерде сол рух командаға қиын матчтарды тартып шығуға көмектесер еді. Тағы бір мәселе Арсеналдың ойынның болжамдылығы. Көптеген қарсыластар Артетаның философиясына бейімделіп алды. Бұл шектеулі құрам жағдайында командаға қосымша қиындықтар туғызды. Сондықтан жазғы басты мақсат құрамның тереңдігін арттыру және ойынға күтпеген тосын элемент енгізе алатын футболшыларды шақыру болды. Ал Ливерпульге келсек, бұл командада жазда үлкен өзгерістерден өтті. Жаңа ойыншылардың бейімделуі үшін уақыт керек. Бұл өз кезегінде ұпай жоғалту мен әлсіреу кезеңдеріне әкелуі мүмкін. Осындай сәтте Арсенал бірден күреске араласып, өз амбициясын көрсетуге тиіс. Дегенмен, Клопп жаңа ойыншыларды жүйеге енгізуде шебер екенін ескерсек, Ливерпульден әлсіздік күту қиын. Өткен маусымда олар чемпиондық матчтарда қалай күресетінін айқын көрсеткен еді. Айта кету керек, бұл жаз Арсеналдың нақты мақсатпен кіріскен алғашқы трансфер терезесі болды, құрам тереңдігін арттыру. Сонымен қатар, бұл клубтың жаңа спорттық директоры Андреа Берта басшылық ететін алғашқы трансфер маусымы. Ол жазда мадридтік Атлетикодан ауысып келген болатын. Әрине, оның трансферлік жұмысы туралы түбегейлі қорытынды жасауға әлі ерте. Алайда қазірдің өзінде Арсеналдың өте сапалы ойыншыларды қатарға қосқаны және олардың бірден нәтижеге әсер етіп, былтырғы маусымда байқалған әлсіз тұстарды жаба алатыны жайлы пікір қалыптасуда. Менің ойымша, ең дау тудырған болмаса да ең тиімді трансферлердің бірі Реал Сосьедадтан келген Мартин Субименди болды. Өткен маусымда ол орталық алаңда негізгі фигуралардың бірі еді. Ол тек қана көп жұмыс атқарып қоймай, қорғаныс пен шабуыл арасындағы байланысты қамтамасыз ететін ойыншы ретінде өзін керемет көрсетті. Субименди дәл және алуан түрлі пас бере алады. Сонымен қатар допты бақылау аймағын сауатты ұйымдастырып, команданың шабуылдық артықшылықтар жасауына мүмкіндік береді. Райс, Өдегор, Субименди үштігі Арсеналдың ортаңғы шебінде жетіспей тұрған тізбекке айналды. Өткен маусымда дәл осындай типтегі ойыншының жоқтығы қатты байқалған еді. Ал Челсиден келген Мадуэке трансфері бастапқыда сұрақ тудырды, өйткені көктер өз ойыншысын еш қиындықсыз босатты. Соңғы жылдардағы үрдіске сай, көпшілік мұны Стэмфорд Бридждегі қажетсіз активтен құтылу деп қабылдады. Алайда өткеннен сабақ алған Арсенал бұл жолы Мадуэкені алу арқылы Сакаға лайықты қосалқы нұсқа ғана емес, сонымен бірге шабуылдың сол қапталында да ойнай алатын әмбебап ойыншыға ие болды. Бұл шешім Артетаға негізгі ойыншыларды демалтып, құрамды көбірек айналдыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ команда тереңдігін арттыру мақсатында тәжірибелі ойыншылармен келісім шарттар жасалды. Олардың қатарында өткен маусымды сенімді өткізген Негора Кепа бар. Бұл ойыншылар командаға тұрақтылық пен сенімділік қоса алады. Бұған қоса, Криштиану Маскераны да ұмытпау керек. Жас болса да, ол Валенсияның көшбасшысы атанып, жазда жоғары деңгейге өтуге толық лайық болды.
Габриэльдің жиі жарақат алатынын ескерсек, Маскера оның орнын баса алатын негізгі үміткердің бірі болуы мүмкін. Маусым барысында ол негізгі құрамға ену мүмкіндігінде алуы ықтимал. Ал ең жақсысы бұл Виктор Гьокерештің трансфері. Көпшілік оны Артета жобасындағы соңғы жетіспеген бөлік деп атайды. Швед шабуылшысы ағылшын футболында ойнау тәжірибесіне ие. Алайда нағыз жарылыс оның Спортинг сапында болған кезде басталды. 102 матчта 97 гол соғып, ол Еуропадағы ең қауіпті гол соғушылардың біріне айналды. Жылдар бойы сенімді форвардтың жоқтығынан қиналған Арсенал енді швед ойыншысы арқылы тек бомбардир ғана емес, командалық шабуыл құрылымында жаңа мүмкіндіктерге де ие болды дегенмен, сол қапталдағы жағдай біраз алаңдаушылық тудырды, себебі Мартинелли 2023 жылғы керемет маусымынан кейін күткен серпіліс жасай алмады. Бірақ жуырда ғана Эзе трансферінің ресми түрде жариялануы команда құрамының толыққанды екенін және клубтың трансферлік нарықта мінсіз жұмыс атқарғанын айқын көрсетеді. 2025 жылға Арсенал бұрынғыдай батыл әрі жарқын команда болудан қалып еді. Алдыңғы 2 маусымда Манчестер Ситиді тақтан тайдыра жаздаған ұжым бұл жолы сәл өзгерді. Бір жағынан нәтиже үшін ойнау қажеттілігі ойын сапасы мен әдемі футболды құрбан етуге мәжбүр етті. Екінші жағынан негізгі ойыншылардың жарақаттары команданың тұрақтылығына кері әсерін тигізіп, үздік ойынын көрсетуге мүмкіндік бермеді. Алайда өткен маусымның маңызды ерекшеліктерінің бірі қарсыластардың Микель Артетаның ойын стиліне бейімделіп алғандығы болды. Философияны жаңартып, шабуылға жаңа серпін қосу талпыныстары байқалғанымен, жазда Арсенал бағытын өзгертіп, ойын мәнерін әлдеқайда тікелей етуге тырысты. Артета бұл шешімнің маңызды екенін мойындады. Ол тек шабуылда әртүрлі қосу үшін емес, сонымен қатар Виктор Гьокерештің жаңа командаға тезірек бейімделуіне көмектесу үшін қажет еді. Бір сұхбатында Артета былай деген: меніңше, оның қозғалысы, спринт жасау сәттерін дәл таңдай білуі, эпизодтың дамуын алдын ала сезуі және шабуылды аяқтау шеберлігі, бұлардың бәрі Виктордың бойында табиғи деңгейде бар қасиеттер. Сол себепті ол Португалия чемпионатында осыншама гол соқты. Бұл жай сәттілік емес, бұл табиғи талант. Сонымен қатар, ол орталық қорғаушыларды өзіне тартып, флангтағы ойыншылар үшін бос аймақтар қалыптастыра біледі. Яғни кез келген жағдайда командада тек гол соғып қана қоймай, шабуылға әртүрлілік енгізе алатын ойыншы бар. Өткен маусымда дәл осындай элемент Арсеналға жетіспеген еді. Шынында да, өткен маусымдағы ойындарға қарасақ, команда жарты мүмкіндік туғанда эпизодты шешіп, гол соға алатын таза аяқтаушы ойыншының жоқтығынан қиналды. Ал швед форвардтың келуімен бұл мәселе шешілуі тиіс. Арсенал ұзақ жылдардан кейін қарсылас қақпасы алдында нағыз киллер инстинкті бар шабуылшыға ие болды. Сонымен бірге, Субименди орталық алаңда тепе-теңдік орнатып, үшбұрыш комбинацияларын құру арқылы допты тиімді бақылауға және қарсыластың қорғанысын бұзуға мүмкіндік береді. Дәл осы сәт Артетаның футбол философиясының өзегі, қарсылас қорғанысының құрылымы бұзылғанда, оның ойыншылары бос аймақтарды лезде толтырып, қауіпті сәттер жасай алады. Маусым алдындағы баспасөз мәслихатында Артета былай деді: мен өткен чемпионаттағы ойындарды егжей-тегжейлі талдап шықтым, және біздің негізгі проблемамыздың бірі шабуылдағы жаңа идеялардың жетіспеушілігі екенін түсіндім. Төмен қорғанысқа қарсы қысым жасау үшін шабуыл ырғағын жиі өзгертіп, бос аймақтарды тұрақты түрде құра білу қажет. Осыны ескере отырып, біз өз трансферлік саясатымызды қайта қарадық және командаға сапа мен тактикалық тұрғыдан күтпеген шешімдер енгізе алатын ойыншыларды таңдауға тырыстық. Әрине, Артета өз идеяларын алаңда қалай жүзеге асыратынын көру өте қызық болмақ. Бірақ бір нәрсе анық, Арсенал өзінің даму бағытын айқын көрсетті және команда ақылмен күшейтілгенін ескерсек, биыл біз нағыз кемелденген Арсеналды көреміз деп сеніммен айтуға болады. Үлкен жетістікке шын мәнінде дайын команда, дегенмен Премьер-лигадағы жоғары деңгейдегі бәсекелестікті ескере отырып, менің ойымша чемпиондыққа басты үміткерлер Слоттың Ливерпулі мен Артетаның Арсеналы. Өйткені дәл осы екі командада идеясы бар бапкерлер мен барлық шептерде теңгерімді құрам бар. Сонымен қатар Манчестер Ситидегі қайта құру кезеңі мен Челсидің тұрақсыз ойыны Арсеналға 2004 жылдан бері алғаш рет көптен күткен трофейді жеңіп алуға нақты мүмкіндік беріп отыр. Бұған қоса, Чемпиондар лигасында да Арсеналдың жақсы мүмкіндігі бар.
Олар еуропалық сахнада да басты фавориттердің бірі саналады. Қай турнирде болмасын, Премьер-лигада ма, әлде Чемпиондар лигасында ма, биыл Арсенал міндетті түрде бір трофей алу керек. Өйткені клуб өзінен мәңгі екінші команда деген атақты алып тастайтын кез жетті. Соңғы 5 жылда Микель Артета Арсеналда орасан жұмыс атқарды. Арсен Венгер дәуірінен кейін ол клубты қайтадан ағылшын футболының шыңына шығара алды. Енді бәлкім ең маңызды сәт келді. Үлкен әлеуетті нақты нәтижелер мен ірі трофейлерге айналдыру кезеңі. Үздіксіз даму мен жетілдіруге деген ұмтылыс нақты нәтижесін беріп, Арсенал жанкүйерлеріне өз клубымен қайтадан мақтануға себеп болуы керек. Қалай болғанда да, Артета командасы жанкүйерлерге үлкен үміт сыйлады. Ал енді тек уақыт қана көрсетеді. Олар бұл сенімді ақтап, футбол олимпіне көтеріле ала ма, жоқ па? Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер. Сіздердің біздің арнамызға тіркелулеріңіз бізге көптеп осындай видеолар жасауға шабыт береді. Рахмет.